жалғыз бақытты болуға бола ма? Әйелдер бала үшін өмір сүрмеу керек, өздері үшін емес. Анонимді хабарласатындар көп пе? Бар. Отбасыдағы балаға сөз үшін ата енесін соттап жатқан кейстер бар. Астанада да бар ма ондай қылмыс? Астанада бар. Шарасыздықтан осындай жағдайға бару ма бұл? Менің анам маған махаббат бермеген, мен сол үшін қылмысқа бардым дейді. Үнемі күйеуіне психологиялық қысым көрсетеді. Қазақстанда суицид жасайтын 10 адамның 7-і еркек. Тіркелген фактілердің саны артты. Ең бірінші кезекте менше имамдарды жазалау. Қайырлы күн, құрметті көзқарас YouTube арнамыздың көрермендері. Біз өткен шығарылымымызда отбасындағы жанжал және оның себептері туралы тақырыпты талқылағанбыз. Ол жерге қатысқан сарапшылар негізінен осы жанжалдардың соңы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа келеді деген еді. Бүгін біз дәл осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түп тамырына үңілеміз. Не себепті болады? Психологтар айтып жүргендей, оған әйелдердің өздері кінәлі ме? Одан да өзге маңызды сұрақтарымыз бар. Бұл сауалдарға жауап беретін қонақтармен таныс болыңыздар. Гүлзат Керімбекова, Астана қаласы полиция департаментінің қоғамдық қауіпсіздік бөлімі, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес бөлімінің инспекторы, полиция аға лейтенанты. Сәлеметсіз бе? Және Әйгерім Құсайынқызы, гендерлік теңдік бойынша эксперт, заңгер. Амансыз ба? Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді біз бұл тақырыпты негізі үнемі қозғаймыз. Үнемі айтамыз. Бірақ негізгі түпкі тамырына үңілмей жатқан сияқтымыз. Оны қозғамас бұрын, ең алдымен бізде осы қабылданған заңнан кейін Астана қаласы бойынша деп айтайықшы, статистика өзгерді ме? Бірінші осыдан бастайықшы. Статистика негізінен қазіргі соңғы жылдары Астанада тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы негізгі осы бойынша тіркелген фактілердің саны артты, өсті. Неге дейсіздер? Өйткені соңғы кездері жаңа заңнамалар шықты. Кейбір әкімшілік істер ол бізде өзгерістерге ұшылып, ол қылмыстық істерге қарай көше бастады. Бұл мәселе негізінен жағдайдың нашарлауы емес, статистиканың өсуі. Ол негізінен жәбірленушілердің, ел тұрғындарының сауаттылығы, үндемей қалмауы және осы құқық қорғау органдарына деген олардың сенімі артып, қазір 102 каналына жиі хабарласып, өздерінің проблемаларын айтып, осы фактілер бойынша бізде әртүрлі профилактикалық іс-шара жұмыстары жүріп жатыр. Қылмыстық жаза енгізілгенге дейін демек бұл әйелдер үнсіз жатты. Үнсіз жатты. 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізде жаңа заңнама енді. Бұрын соңды біз әйелдердің құқықтарын қорғасақ, қазір біз отбасылық тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алу іс-шараларын жүргізіп, жаңа заңнама бойынша, жаңа алгоритм бойынша біз жұмыс жасап жатырық. Елімізде осы республика аясында түрлі акциялар жүргізіп жатырық. Акция кезінде біз қала аясында түрлі ойын сауық орталарында, үлкендік оқу орындарында әртүрлі буклеттер таратып, өзіміздің кеңесімізді береміз. Сол кезде кейбір әйелдер анонимді түрде бізге келеді. Кейбіреулер 111 каналына, сенім телефонына хабарласады, немесе 102 каналына бізге өтініштерін білдіреді. Анонимді хабарласатындар көп пе? Анонимді хабарласатындар болып тұрады. Ондай көп деп те айта алмаймын, ондай аз деп те айта алмаймын. Жиі кездеседі. Бар. Жоққа шығаруға болмайды оны. Әйгерім ханым, расында бұл заңның нәтижесі ме? Әлде әйелдер қоғамның бір қолдауын сезіне бастады ма? Әйелдер біріншіден үнсіз келді дегенге келіспеймін. Қазақстан әйелдер ешқашан үнсіз болған емес. Бізде естімеген мемлекет болды деп айта аламын. Қай жағынан?
2017 жылы Қазақстан Республикасында тұрмыстағы зорлық зомбылық қылмыстық кодекстен әкімшілік құқық бұзушылық кодекске өзгерді. Яғни бұл қылмыс салмады, қарапайым тілмен айтсақ, жазасы жеңілдеді. Бұл Ресейдің тәжірибесіне сүйенген болатын. Идея мынандай болды: егер сүйген жар екеуі бір-бірін ұрсып қалса, төбелесіп қалса, мемлекет араласпасын, өздері шешіп алсын деген көзқарас болды. Бірақ біз сол кезде Алматы қаласы бойынша феминистік марштар жылда 8 наурызда ұйымдастырған кезде біздің талап еткеніміз мына болды: мемлекет, сіз өте үлкен қателік жасадыңыз. Әйелдердің денсаулығына келген жеңіл орташа зиян ол әкімшілік құқық бұзушылық емес, ол қылмыстық кодекске қайтарыңдар деген бізде талап болды. Біз 2017 жылдан бері айтқан кезде бізді ешкім тыңдамады, бізді ешкім құлағына ілмеді. Жаңалықтарда ол дәл қазір де мейнстрим болған жоқ. Бірақ 2023 жылдың 9 қарашасында не болды? Астана қаласында Қазақстан экс-министрі өзінің әйелін қатыгездікпен өлтірді. Бүкіл әлем дүр сілкінді. 2 күннен кейін президент не деп айтты? Болды, тұрмыстық зорлық зомбылық қылмыстық кодекске қайтады деді. Яғни 2017 мен 24 жылдың 16 шілде аралығында тұрмыстық зорлық зомбылық құрбан болған әйелдердің жолдастары, күйеулері, оларды ұрған адамдар ауыр жазаға тартылған жоқ. Сол үшін бұны жеңіс деп айтуға қаншалықты болады. Және мен осыған байланысты айтатын едім, 1970 жылы американдық саясаткер Элизабет Нейман деген ғалым бар. Сол кісінің мындай теориясы бар: үнсіздік спиралі деген ұғым бар. Егер қандай да бір тарап өкілі өзінің пікірі қолдау таппайтынын, оның пікірі көпшіліктің пікірінен ерекше екенін білген кезде, ол үнсіз қалуды қалайды дейді. Яғни біздің қазақ әйелдері тұрмыстық зорлық зомбылық құрбан болған кезде үнсіз қалуға мәжбүр болды. Себебі оны ешкім қолдаған жоқ. Полиция да, мемлекет те, журналистер де не деп айтты: өзің кінәлісің, ақылды болмадың ба, тілің ұзын, дана әйел болмайсың ба, қандай жақсы әйелді күйеуі ұрады деген пікір бізде басым болды. Сол картина бізде 23 қарашадан кейін ғана өзгерді, және ол өзгеруге мәжбүр болды. Өзгермеске болмады. Сол үшін мен бұны бұндай кезде бір жетістік, жеңіс деп айта алмаймын, бірақ та бүкіл халықаралық ұйымдары 24 жылы, 25 жылы біз Нью-Йоркқа барып, Женеваға барып, Қазақстан тұрмыстық зорлық зомбылығын криминализациялады, халық арасында салтанат заңы деп аталған заң халық әйелдерінің санасын оятты деген кезде мен күліп қараймын. Қазақ әйелдерінің санасы оянатындай ұйқыда болған жоқ. Біз үнемі ояу болдық. Бізде сәл естімегендер болды. Бірақ енді бұл жерде сіздің бір сөзіңізге айтқым келіп тұрғаны, қосылғым келіп тұрғаны, мына психологтар кейінгі кезде әйелдер өздері қалап осы жағдайды таңдап алады дейді. Яғни жертва состояниесіне түсу дегенді айтады. Нағыз victim blaming. Криминалистикада victim blaming деген ұғым бар, виктимизация деген ғылым саласы бар. Victim blaming ол жәбірленуші тарапты үнемі кінәлау. Ол оңай. Бізде 2 тарап бар, біреуі күш көрсетуші, біреуі құрбан болған. Құрбан көрген тарапты қазақтар айтатын: жығылғанға жұдырық жасау оңайырақ қой. Біздің қоғам солай болып келді. Ал біз қазір айтамыз: жоқ, жәбірленуші неге кінәлайсың? Себебі логикалық тұрғыдан зорлық зомбылық кейсінде зорлық көрсету не көрсетпеу құқығы кімде бар? Бір-ақ тарапта бар. Зорлық көрсетуші де бар. Ол зорлық көрсете ме, көрсетпей ме өзі біледі. Бірақ та біз зорлық көрсеткен үшін біз жәбірленуші тарапты кінәлаймыз. Біз қандай қоғамбыз? Біз зорлықшыл қоғамбыз. Біз осы кезде ешқандай Әл-Фараби аңсап кеткен қайырымды қала тұрғындары бола алған жоқ. Сол үшін біз оны айтуымыз керек. Ондай тіл айтқан, ондай тілді қолданатын, victim blaming тілді қолданатын адамдарға жаза болу керек. Көптеген мемлекеттерде ондай жаза бар да. Демек, әйелдердің зорлықтан шыға алмауы олардың таңдауы емес. Әрине, зорлық көрсетушінің таңдауы. Олар бұл жерде құрбан. Мен құрбан деген сөзін ұнатпаймын, біз жәбірленуші деген сөзді қолдануға тырысамыз. Себебі сізде таңдау жоқ, физикалық жағынан ер-азаматтар күшті. Сол үшін олар өздері біледі, ұра ма сізді, ұрмай ма. Ал әйел адамдар таңдай ала ма? Мен ұрсын, мен ұрмасын деп. Әлбетте таңдай алмайды. Және бізде 2009 жылы Қазақстан Республикасында тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасы туралы заңға сәйкес зорлықтың 4 түрі бар: физикалық, эмоционалды, сексуалдық, экономикалық. Біз бірақ тек қана физикалықты айтамыз, себебі жаңалықтардан көретін сол, дәлелдеу де сол, санкция да соған бар. Бірақ та экономикалық, сексуалды зорлықты біз неге айтпаймыз? Әлі де табу. Бізде қазір әкімшілік бұзушылық кодексінің 73 бабында бар. Отбасыдағы балағат сөзі үшін ата енесін соттап жатқан кейстер бар. Қызылордада келін өзінің енесіне ескерту берді, соттың айтуымен. Жамбыл облысында қайынатасы 15 күнге қамалды, келіннің балағаттаған үшін. Яғни осындай өзгерістер қайдан пайда болды десек, ол кешенді жылдар бойы біз жасырып келе жатқан табу мәселе болды. Тұрмыстық зорлық зомбылықты айтпа, ұят болады, жақсылығыңды жасыр, жақсылығыңды асыр, жамандығыңды жасыр деген психология көп қазақ әйелдерінің түбіне жетті. Осы патриархалды көзқарас, әйелсің, құрбансың, бақытты болам деп бар ма, бақытты етемін деп бар. Біз осы паттерндерді өзгертуіміз керек. Мен неге біреуді бақытты етуім керек? Мен өзім де бақытты болуға лайықпын. Мен неге өзгелердің көзіне, сөзіне төзуім керек? Менде ар-ожданым, қадір-қасиетім, қабілетім бар. Менің де білімім бар. Мен әйел болған үшін
негелген құрбандыққа өз өмірімді, өз карьерамды шалуым керек. Бізде осындай көзқарас қазір мейнстримге айналып келе жатыр, және ұрпақ та өзгеріп келе жатыр. Қазіргі зумер келіндер 95-тен былай қарай тұрған 30 жастар келіндер, Қазыбек би айтқан, біз халық қазақ деген елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз, бастан сөз асырмайтын келіндердің дәурені келе жатыр. Соған дайын емес миллениал, бэби бумер апалар бар деп ойлаймын. Сөз асырмайтын келіндердің көп болуы дұрыс па біздің қоғам үшін? Дұрыс. Ол шекараны қорғай білу ғой. Мен неге біреу мені қорлау керек? Ол жеке шекара, Қазақстан Республикасының Конституциясының 1 бабындағы ең үлкен байлық не? Адамның құқығы мен өмірі, бостандықтары. Менің құқығым, мені біреудің қорламау. Мен неге енен қорлау керек? Мен ата-анам да қорламайды. Отбасындағы сыйластық, теңдік деген жойылып кетпей ме? Мысалы, біздің өзіміздің қазақы дәстүрімізде, салт дәстүрімізде енді үлкендерді сыйлау деген бар. Сыйлау бастан сөз асырмауға, мысалы, ой, сен сауатсыз келін екенсің, сен жасаған тамағың нашар болды, немесе келінсің, үндемей қал, қызым саған айттым, келін сен тыңда. Бұл барлығы көнерген, ескірген паттерндар. Ол жеке шекараға қадір қасиетті қорлау. Екі тарап бізде үнемі, бір тарап екінші тарапты қанап келді, қорлап келді, және біз үшін ол норма болды. Үлкенді сыйлау деген ол емес қой. Үлкенді сыйлау елінде кенеде бір-бірінің заң алдында теңдігін түсіну керек, қадір қасиеті бірдей болу керек. Мен енемін, маған зорлық көрсетуге болады, менде иммунитет бар, мен үлкен болсам ойыма келгенді айтамын деген көзқарас бізде бар алдыңғы буында. Өкінішке орай бар, иә. Бар, соны өзгертуіміз керек. Көнбесе заңмен қайта түзеуіміз керек. Жаңа сіз бірнеше салаларын айттыңыз ғой. Яғни тұрмыстық зорлық-зомбылықтың экономикалық, сексуалдық, физикалық түрлері бар деп. Гүлзат ханым, біздің елімізде, әсіресе Астанада көп жағдайда әйелдер көбіне қандай жағынан көмек сұрайды? Әйелдер Астана қаласы бойынша, менің өзімнің тәжірибемде психологиялық, физикалық, экономикалық қысым көрсеткен кезде үйінде күйеуі жағынан, бірге тұрып жатқан туыстары жағынан, сол кезде шаршаған кезде, қажыған кезде бізге келеді. Біз ондай кісілерге психологиялық, моральды түрде көмек беруге тырысамыз, біріншіден. Екіншіден, үй жағдайында контрольден шығып бара жатса, ол кезде дағдарыс орталықтарына орналастырамыз. Өйткені біздің тәжірибемізде болған, өзінің жұбайымен бірге тұрады, 10 жылдап, 5 жылдап, тағысын тағы. Бірақ ажырасып кетеді, қайтып жұбайына оралады. Одан кейін жұбайы қысым көрсете бастайды. Сенің баратын жерің жоқ, сенің туыстарың алыста, сен жұмыс істемейсің, сен балаларға қарап отырасың, сен кімге керексің деп ұра бастайды. Ондай кезде әйелдер шыдамағаннан кейін, үнсіздіктен шаршағаннан, тіпті болды, суицидке дейін апарып келетін жағдайлар. Сол кезде айтайын, осыдан 1 ай шамасында Сарайшық полиция ауданы бойынша 102 каналына хабар түседі. Бір әйел 4 баласын алып 7-ші этаждан балконнан секірейін деп жатқан жерінен көршілері көріп, естіп хабарласады. Сол кезде біздің қызметкерлеріміз барады, әйелмен жеке сөйлесеміз. Сол кезде айтады, мен жұбайыммен осыншама жыл тұрамын, күйеуім жұмыс істемейді, ішеді, мені ұрады, маған психикалық қысым көп көрсетеді, мен өмір сүргім келмейді дейді. Сол тарапта біз оларға психологиялық көмек көрсетіп, ана кісіні дағдарыс орталығына орналастырдық, балаларын мектепке орналастырдық. Қазіргі таңда ол кісі өзінің кәсібімен айналысып жұмыс істеп жатыр, медбике болып. Балалары мектепке барып жүр. Тіпті ол өзінің отбасында тұрған кезде күйеуімен, бұрынғы жұбайымен, балалары тіпті мектепке де бармаған. Мектеп іздемеген бе сонда? Жағдайлары болмаған. Жоқ, қалай болғанда да енді қоғам болып біз мұндай жағдайлардың бетін ашуымыз керек қой. Мысалы, мектепте жауапты, оған. Бала мектепке келіп жүр ме? Демек, олар іздеу керек. Бала неге келмей жүр? Бала қайда жүр? Болмаса үйіне барып барлық жағдайды, мән-жайды анықтауға тырысу керек. Демек, мектеп жағынан да бір болмаған. Немқұрайлық па жағдайда. Меніңше кейде оны жылы жауып қоя салатын сияқты, бұл проблематик бір отбасыдан деп класс жетекші білуі мүмкін. Бірақ мектеп деңгейінде жаңағы іздеу салайық, мектеп инспекторын айтайық деген деңгейге мектептің рейтинг ішінде айтпау мүмкін деп ойлаймын. Жаңа ғана Гүлназ ханым, сіз айттыңыз ғой, бұл әйел көбінесе
бірнеше рет қосылған дедіңіз, иә? Бірнеше Бірнеше рет рет ажырасып, қосылған, бірнеше бірнеше рет рет қосылған қосылған. дедіңіз. Мұндай жағдайлар демек бізде әлі де бар деген Әлі сөз бе? де бар. Өйткені кейбір әйелдер ерте бұндай жағдайлар ерте тұрмыс құрғандарда болады. Жас семьяларда болады. Үйінде көп балалармен баласын тәрбиелеп үйде отырып қалған біздің аналарымызда, әйелдерімізде, апаларымызда болады. Сондай кезде күйеулері сөздерін жаңа айтасыз ғой, осы біздің негізі қазақтың менталитеті деп ойлаймын. Сен кімге керексің, жұрт не дейді, жұрт не деп айтады, әке шешең не деп айтады деп әйелдер үнсіздікті қабылдап, үнсіз отыра береді. Үнсіздіктің шегі жеткен кезде, сол кезде ғана барып олар 102-ге хабарласады. Соңғы кезінде. Оған дейін көп нәрсе жабулы есік, жабулы қазан, жабулы күйінде қала береді. Гүлзат ханым, сіздің сөзіңізден түйгенім негізгі психологиялық қысымнан басталады, одан кейін барып ол зорлық зомбылыққа ұласады, иә? Иә, экономикалық, одан кейін физикалыққа өтеді. Әйгерім ханым, неге біздің әйелдер бірінші жағдайда көріп тұрып, күйеуінің дауыс көтергенін, одан кейін қол көтергенін біле тұра, ажырасып кетіп қайтадан қосылады? Жаңа Гүлзат ханым айтып кетті, толық қосыламын. Бізде барар жер басар тауым жоқ деген ұғым бар, иә. Өйткені ол қыз біледі, қайда барады. Біріншіден бізде дағдарыс орталықта Қазақстанда халық санына шағатын болса өте аз, оны көп әйелдер біле де бермейді қайда баруға болатынын, көмек кімге беретінін, қайда берілетінін, тегін көмек бар ма, психологиялық көп әйелдер білмейді. Білмеген соң олар үнсіз қалуды және үміт деп айтамын. Мен бүкіл қазақ әйелдерінің екінші есімі үміт деп айтады. Олар үміттенеді, олар жақсыға үміттенеді, иә. Түзеліп кететін шығар, кінә менен де бар шығар, ашуланып жүр ғой, бұл уақытша ғой, мен оны сүйемін ғой, төзіп кетейін. Яғни әйелдердің бұл жылдар бойы санасында қалыптасып қалған мында отырған дүниені біз бір роликпен, бір заңмен, бір кейспен, бір сот процесімен тікелей эфирде болған өзгерте алмаймыз. Оған ұзақ уақыт керек, кешенді жұмыс керек. Және мен мына кейсті айтып кеткім келеді, жаңағы оқталу болған, иә. Отбасыда бір әйелдің балалардың терезеден лақтырып жерге оқталғаны, криминалистикада бұл орындалған қылмыс болса, аяқталған қылмыс болса, фемилицид деп аталады. Бізде мысалы экоцид, фемицид, суицид деген ұғымдар бар ғой. Соның ішінде фемилицид деген ұғым бар. Фемилицид дегеніміз көп жағдайда отбасы мүшелері, көп жағдайда әкесі мен анасы балаларын өлтіреді, кейін өзін өлтіреді. Негізі семейде осыдан қателеспесем 2 жыл бұрын мұндай жағдай болған. Анасы балаларын терезеден лақтырып жіберіп, кейін өзі. Бұл фемилицид деген бөлек санат бар. Біз бұны бөлек қылмыс ретінде зерттеуіміз керек. Әлбетте біздің қылмыстық кодекске ол әлі енгізілген жоқ, бірақ та ғылымда бар. Бізде зерттеушілерде шарасыздықтан осындай жағдайға бару ма бұл? Көп жағдайда эмоционалды, сексуалды зорлықтың айтқаннан гөрі өзімді өлтіре салайын деген шешімге келеді. Яғни ол ең шырқау шегі ғой. Яғни шарасыздықтың күйі. Қорғансыздың күні Әуезовтің шығармасындағы олар өзі ғана өлмейді, балаларын бірге өлтіреді. Оның аты сол фемилицид. Инфантицид деген әйелдер өз балаларын өлтіру. Қорғансыз жағдайдан. Бізде де Алматыда болды, білесіз, 9-шы қабаттан әйел 5 баласын лақтырған, кейін өзі секіріп кетті. Яғни бұндай қылмыстарын біз атын атауымыз керек, тергеуіміз керек, және оның неліктен көбейіп кеткен, қазақ қоғамында ол неге бар? Қалай күресеміз? Әйелдердің шарасыздығымен қалай шешеміз? Ұялмау керек, айту керек, 102-ге қоңырау шал, сені қолдайтын 24/7 істейтін линия бар, ашық қоңырау салатын, сені қолдайды, сені қорғайтын мемлекет бар, сені тыңдайтын туыс бар, сен ұзатқан кезде қайтып келме деп жіберсе де, балдай батып судайсың деп айтса да, ол көнерген ұғымдар. Ең қымбат дүние сенің өмірің. Еш нәрсе сен өміріңді қиюға тұрмайды деп айтатын бізде әлеуметтік желіде, медиада жалпы жиі болу керек деп ойлаймын. Мысалы біздің кинолардың өзі, мен нем айтатын, Келінжан фильмі неге үйретеді? Сен келін болсаң, төз дей ме? Тұрмыстық зорлық зомбылыққа? Әлде қол көтерген кезде бірінші кезде кетіп қала жазып кет дей ме? Яғни бізде мәдени сана, жарнама, кино, клип арқылы қалыптасады. Идеологияның өзі сонда қазіргі кезде дұрыс емес дейсіз ба? Әрине дұрыс емес. Бізде төзуші әйелдерді мемлекет қалайды. Яғни бұрынғы әжелеріміздің ізімен жүргісі келетін, күйеулеріне ешқашан қарсы шықпайтын, тұрмыстық зорлық зомбылық құрбаны болса да, ақылды дана әйелдерді қалайды. Ол мемлекеттің идеологиясы. Қазақстанда жүргізіліп отырған гендерлік отбасылық саясаттың ең үлкен проблемасы осында деп ойлаймын. Ал егер енді феминистті енгізетін болса, сіз жаңағы айтқандай, қандай біз мәселелерді шеше аламыз? Мұндай кезде бізде қараңыз, өкінішке қарай Қазақстанда отбасын зерттейтін орталықтар жоқ. Мүлдем.
Бізде отбасын зерттейтін орталықтар керек, иә. Отбасы бізде мысалы құру жасы өзгеріп жатыр. Қазір Гүлсат ханым айтып қалды ғой, бізде тұрмыстық зорлық-зомбылық көбірек ерте үйленген отбасылар да болады. Яғни бірінші үйлену жасы бізде қазір жылжып келе жатыр. Отбасы құру жасы қазір бізде 26-27. Ұлғайып келе жатыр. Біз Еуропаның деңгейіне келе жатырмыз. Еуропада үйлену 29-35 болса, бізде 26. Яғни 2030 жылға дейін қазақстандықтардың отбасы құру жасы ұлғаяды деген сөз. Иә. Біз саналы түрде отбасыға қараймыз, иә. Саналы түрде отбасы құрған кезде тұрмыстық зорлық-зомбылық азая ма деген сұраққа ғалымдар айтады, иә дейді. Саналы түрде отбасы құрған кезде отбасы зорлығы азаяды. Себебі сіз 18 жаста сізді алып қашып кеткен кезде, сіз 20 жасыңызда тұрмыстық зорлық-зомбылық үйде болған кезде сіз ешкімге хабарламайсыз. Сіз қайда барасыз? Себебі сізді алып қашып кеткен кездің өзінде сізге ешкім араша түспеп еді ғой. Қазір кім араша түседі? Яғни осындай көзқарас бар, иә. Бізде қыздарда ол қыздардың заңны білмеу деп есептемеймін, ол біздің қоғамның дерті дер едім. Яғни қызды құрбан позициясына тәрбиелеп келген. Біз осыны идеологиямен өзгертуіміз керек. Сен құрбан емессің, сен ұрпақтың болашағысың, сен ұрпақты тәрбиелейтін ең қымбат қазынасың. Осыны түсінген қыздар меніңше төзбейді, бірден қоңырау шалады да отырады 102-ге, айтатын болады, жариялайтын болады, және әлеуметтік желі оған өте жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Қорғансыздың күні деп айтып қалдыңыз ғой. Біз мектептің өзінде мысалы, Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күнін оқыған кезде маған өте қатты әсер еткен. Бұл дегеніміз мысалы өзінен күшті адамның қызметін пайдалану арқылы қиянат жасау, иә, әйел адамға. Біздің қоғамда сол әлі де бар. Ғасырлар өтсе де, мысалы қазақ әдебиетінде қалыптасқан дүние бізде әлі бар. Жаңағы қыз алып қашу мысалы, иә, еркінен тыс қызды тұрмысқа беру, еңлік кебек болсын, мысалы қыз жібек болсын, бүкіл көптеген біздің қазақ шығармаларында барлығында көрініс тапқан. Заман өзгерді, бірақ сол нәрсе біздің қоғамда әлі де бар. Заң өзгеріп келеді. Биыл енгізілді. Қылмыстық кодекстің 125 прим 1 бап бізде қыз алып қашу деп емес, некеге құруға мәжбүрлеу деген бап пайда болды. Және бір айдың ішінде қателеспесем 4 қылмыстық іс қозғалды. 4 облыста. Өте жақсы тенденция. Яғни Астанада да бар ма ондай қылмыс? Астанада бар. Бірақ ондай көп емес. Көбінесе оңтүстік өңірде шығар, иә, ол. 4 облыс болды. Қызылорда, Ақтөбе, Маңғыстау, Түркістан, қателеспесем, бір айда. Иә, 42-ның 16-сы күні ол заң күшіне енді. Неке құру сол 16 қазанға дейін емес статистикада қараған кезде сол 4 облыста қылмыстық іс тіркелді деп тұрды. Яғни ол нені білдіреді? Халықтың санасы өзгермесе, заң оны мәжбүрлейді. Заңның міндеті не? Тәрбиелеу, иә, бейімдеу, қоғамнан қазіргі біздің реалитиге айту. Жоқ, қыз алып қашу бұрынғыдай болмайды. Ол дәстүр емес, ол атадан қалған сенің дәстүрің емес, ол қылмыс, біреудің еркіне қарсы жасалатын қылмыс деп үнемі айтатын болсақ, және жаңағындай кейстарды айтақ, кинода оны әзіл деп көрсетпесек, мысалы көптеген фильмдерде қыз алып қашуды біз әзіл деп көрсетеді, иә, қыздың басына мешок кигізіп алып кету комедия, ол комедия емес, ол трагедия. Біз қылмысты нормализациялап жатырмыз, мен неге қылмысқа күлуім керек? Құқық қорғау органдарына звондауым керек мен бірде көрген жағдайда. Сол үшін қыз алып қашуға қарсы меніңше картина өзгереді деген мен оптимистік көзқарастамын. Яғни кез келген қыз алып қашып кеткен кезде 125 прим 1 бапқа сілтеме жасау керек, айту керек, насихаттау керек, халықтың ішінде жиі айту керек. Оның үстіне қазіргі бізде буын өзгеріп келе жатыр, иә? Иә. Бұл бір жағынан қарап тұрсақ, цепочка дейміз ғой, бір жүйе, иә, бір жүйеде қалыптасқан қыз алып қашудың өзі бір сол жерде тұрған проблема мәселе. Заң оны қазір реттеп жатыр. Қылмыстық кодекске қосты. Яғни бір алға жылжу байқалады. Байқалады, әлбетте. Қылмыстық атқару жүйесіндегі енгізілген жаңағы тұрмыстық зорлық-зомбылық кезіндегі қылмысқа тарту, ол да бір тетік, иә, реттеудің бір жолы. Енді бізде шешілмей тұрған қандай мәселе? Қоғамдық сана ол да өзгеріп келе жатқан сияқты. Баяу, бірақ өзгеріп өзгеріп жатыр. Тағы қандай бізде шешілмей тұрған мәселе бар? Мысалы деп айтайықшы, мәдениет арқылы, кино, өнер туындылар арқылы насихаттау жағы, иә. Жаңа мен айтып өткен шығармалардың өзі, мысалы, кішкентай кезде, оқушы кезінде оқыған кезде ол басқалай әсер етеді. Одан кейін студент кезде мен мысалы махаббат қызық мол жылдарда оқыған кезде екінші қайтара мүлде басқа сезімде болдым. Иә, қабылдауымыз бөлек. Ол жерден өзіңе әр адам бір нәрсені түйіп алатындай. Яғни мен ертеңгі күні осындай жерден байқап жүрім керек, иә. Әзілхан Нұршайықов не айтқысы келді? Қызың жоқ дегені иә деді. Иә. Мысалы, еркінен тыс тұрмысқа беру. Ол жерде де. Құдай-ау, сол замандағы неге мұндай қалыптасқан салт дәстүрді өзгертуге болмас еді деген сияқты, иә. Әр әйел адамның ойында бір сондай негізі ой салу керек. Әдебиет өмір айнасы десек, қаншалықты қазақ әдебиеті меніңше
5% бақытсыз әйел тағдыры жайлы ғой. Иә. Мен қазақ әдебиетін сол үшін ұнатпаймын. Ұнатпағанда әлбетте оқимын, бүкіл қазақ әдебиетін оқып шыққанмын мектеп кезінде, бірақ мен оқыған кезде ашуланатын едім. Қатты Міне ашуланатын. көрдіңіз ба? Иә. Менде де сондай ашу туатын да. Ақбілек не болды? Қорғансыздың күні не болды? Шығанның белгісі не болды? Бір хэппи энд жоқ. Бүкіл қазақ әйелдері өліп қала береді. Одан мен не түйемін? Демек қазақ халқының ойбай қыздарын қадірлеген, төрге отырғызған дейді мақал мәтелдері. Бірақ әдебиеті маған былай көрсетеді, кино былай көрсетеді. Мен қалай өмір сүремін? Мен құндылықтарым қандай? Бірақ менің ойымша ол жерде авторлар ең түпкі ойы, сен қазір өзіңді санаңды жөндемесең, айналаңа басқа көзқараспен қарамасаң, ертеңгі күні сенің де тағдырың осылай аяқталуы мүмкін дегенді айтқысы келген сияқты. Менің жаңағы айтып тұрғаным, әр адамның қабылдауы, әр адамның шығарманы өзіне бір өзінше түйін жасауы. Дәл сол сияқты біздің қоғамда, мысалы, қазіргі кезде сол әдебиетті енді жаңаша бір көзқараста қалыптастыратын болсақ, ол қандай болу керек? Біздің қоғамды идеологиямен, мәдениетпен қалай өзгертуіміз керек? Әдебиетте, кинематографияда male gaze деген ұғым бар, male gaze ол еркектік көзқарас. Жаңа айтып отырған романдардың барлығын еркектер жазған. Елестетіп көріңізші, қорғансыздың күнін әйел жазса, мүлдем басқаша сценарий болатын еді. Шыған белгісінде әйел жазушы жазса, меніңше соңында оны өлтіріп тастамайтын еді бәлкім, немесе Балқадиша әнін біз олай әндетпейтін едік. Яғни бұл жерде біз әйелдердің дауысы қаншалықты бар. Мысалы, қазір қандай қазақ жазушыны сіз білесіз, қазақ әйелінің тағдырын жазып жүрген. Немесе неліктен бүкіл әдебиеттегі бейне екі авторлы. Психологияда Зигмунд Фрейдтің Мадонна бейнесі деп аталады. Мадонна бейнесі деген бізде әдебиетте екі ақ кейіпкер бар. Біреу ана бейнесінде, біреу әйел бейнесінде. Бізде басқа кейіпкерлер жоқ. Біз әдебиетке қазір жаңа әйелдердің бейнесін әкелуіміз керек. Ол спортшы әйел. Міне, мен осыны айтқым келді. Ғалым әйел. Неге ондай әдебиеттер жоқ? Ана не әйел, ана не келін, ана не келін. Бүкіл қазақ киносына барыңызшы. Ана келін, келінка тоже человек, келінка болды. Біз оны бір ирония емес, коммерциялық табыс әкелетін тақырыпқа айналдырып жібердік. Ол проблеманы көрсету деп ойламаймын олардың ойы. Олардың ойы өтімді тақырып арқылы касса жинау болды. Қазіргі кинематографияттар. Мысалы, Кәрі қыз деген фильм болды. Кинопоискта рекорд орнатты. Киноның мессенджі қандай? Қыздар кәрі қыз болып қалмаңдар, өзіңе лайық емес жігітке тезірек кетіп қалыңдар, қартаймай тұрған кезде. Деген мессенджі бар. 5 причин не выйти замуж за казаха киносының мессенджі қандай? Сен қандай білімді қызсың, Францияда оқып келгенсің, не істейсің? Жоғары білімі жоқ таксист қазақ жігітіне үйлен. Сен қазақ әйелінің тағдыры сол ғой. Басты жалғыз қалма деген мән, Басты жалғыз қалма, сен қандай білімдісің, маңызды емес. Ал жалғыз бақытты болуға бола ма? Меніңше әлбетте. Табиғаттың заңдылығы деп жатамыз ғой енді. Бақытты бол. Ер адам мен әйел адамның бірге қосылуы ол табиғаттың заңдылығы. Меніңше табиғаттың заңы емес. Табиғаттың заңы ол қазіргі әлеуметтік ғылым санамен реттелмейді. Меніңше бақытты болу үшін сіз біреуге мұқтаж болсаңыз ол бақыт емес. Ол сіздің өзіңіздің комплексіңіз, өзіңізді толыққанды адам сезінбеуіңіз деп ойлаймын. Мен бақытты болу үшін неге біреуге мұқтажмын? Мен өзім бақытты боламын. Ал ұрпақ мысалардан ұрпақ барлығының міндеті емес қой. Неліктен ұрпақты қазақтарда бізде идеология болды. Ұрпақ болмаса сен бақытсызсың. Әлбетте біз 100 жыл бұрын халқымыздың 30% қырылып қалды. Мемлекеттік идеология болды. Карл Маркстік феминистік теория болды. Сен әйелсің, сен ұрпақ әкелмесең, сен бақытсыз әйелсің. Сен функцияңды орындай алмай жүрген адамсың. Құдай маған жатыр берді, мен сол жатырды қолдануым керек па? Мен өзім білемін жатырды қалай қолданамын. Яғни қазіргі көзқарас, феминистік толқындардың көзқарасы сол. Мысалы, child free әйелдерді бізде құнсыздандыру бар, Сен қандай әйелсің, Құдай берген жатырды неге қолданбайсың деп айтатын еркектер бар. Мен айтамын, Құдай сізге мида берді. Қолданбаған үшін мен сізді кінәламаймын ғой. Сонда сіздің ойыңызша қоғамда жалғыз-ақ бақытты болуға болады, және қоғамға жатырсыз мойынмен, мимен ақ қызмет көрсету мүмкін дейсіз. Әрине. Әйелдердің басты мақсаты Құдай берген органды пайдалану емес, өзі біледі қалай пайдаланады. Ол құрсақ ана бола ма, суррогат ана бола ма, child free ана болады ма, көп балалы ана болады ма, өзі біледі. Бірақ біз бұл жерде өзіміздің қазақилықты салт дәстүрімізді ысырып қоймаймыз ба? Мысалы, қазақ халқы өзі аз дейміз, мысалы. Аз емес, біз 20 миллионбыз. Аз емеспіз. 20 миллион енді салыстырмалы. Кіммен салыстырғанда? Мысалы, дамыған ең бақытты мемлекеттер Финляндия, Швеция 7-8 миллион, 5 миллион, 10 миллионға жеткен жоқ. Олар ойбай біз азбыз деп жатқан жоқ. Бізде санамызда сондай көзқарас бар. Ойбай біз азбыз. Неге азбыз? Мәселе санда емес, сапада ғой. 20 миллион халықтың неше пайызында сапалы білім бар? 20 миллион халық үшін бізде қылмыс өте көп, криминогендік ситуация. Міне осыны айтайық. Ертеңгі күні біз мынандай оймен, мысалы, халқымызды
құрып кетпейміз құрып кетпейміз жоқ 20 миллион қазақ халқы неге дейсіз ғой, қазақ әйелдерінің туу көрсеткіші әлем бойынша ең жоғарыға шығады. Қазақ әйелі бізде орта есеппен 3 бала дүниеге келеді, білімі жоғары білімі бар әйел 3 бала туады. Ал экономистер айтады, әйел білімді болған сайын бала аз туады дейді. Бүкіл әлемде заңдылық бар, әйелде жоғары білім болса ол 2 баладан артық тумайды дейді. Ол заңдылық Қазақстанда жұмыс жасамайды. Қазақстанда солай ма? дипломы бар әйелдер 3 баладан туады. Сол үшін қазақ ұлты әйелдердің мойнында ешқашан құрып кетпейді ұлт ретінде. Жалғыз басты әйелдер тарапынан тұрмыстық зорлық зұлымдыққа ұшырайтындар бар ма? Әрине бар. Оның жігіті немесе экс-күйеуі жағынан жылдар бойы сталкингке ұрынып, қазір жаңадан заңнама шығып жатыр ғой сталкинг бойынша. Сталкинг жасап, оның артынан неше түрлі балағатты сөздер жазып, оны қорқытып, оның мазасын алады. Біз ондай кісілерге қорғау нұсқамасын саламыз. Ал егер қорғау нұсқамасын бұзып жатса, әкімшілік немесе қылмыстық жазаға тартамыз тағысында. Ондайлар көп пе? Ондайлар жеткілікті. Олар ашып айта ала ма оны? Ашып айта алады, ашып келеді, жазады, көрсетеді. Ондай шағыммен түскен, ол факт бойынша келген әйел кісілермен біз арнайы жұмыс жасаймыз, психологиялық түрде көмек көрсетеміз. Аптасына 1 рет агрессормен жұмыс жасаймыз, 1 рет жәбірленушімен жұмыс жасаймыз. Үнемі телефонда байланыста боламыз және де. Қудалау тоқтамаса? Қылмыстық іс бойынша қылмыстық іске қылмыстық жаза береміз. Сен Айжан ханым жалғыз басты деп қалдыңыз ғой. Біз феминистік зерттеушілер бұл ұғымға да қарсымыз. Жалғыз басты деген сөзге. Себебі тіл біздің ойымызды, санамызды қалыптастырады. Орыс тілінде мать-одиночка дейді. Ол кемсітетін сөз. Жалғыз басты ана кемсітетін сөз. Біз оны айтамыз соло ата-ана, немесе моно ата-ана, немесе баласын өзі тәрбиелеп отырған ата-ана дейміз. Неге? Сіз жалғыз басты деген сөздің өзі кемсітеді. Әйелді сен жалғыз екенін есіне түсіреді. Меніңше әйел баласы болған кезде ол ешқашан жалғыз сезінбейді. Ол бізде Қазақстанда 500 мыңға жуық отбасы, жартылай отбасы бар, анасы ғана тәрбиелеп отырған. Соларды біз неге жалғыз басты деген бір лейблизм, атау беріп қоямыз, біз оны кемсітеміз. Сен толық емес отбасы дейміз оған. Ол неге мемлекет оған толық емес деген отбасы деген аты беру керек? Толық отбасы санатқа да енгізілген ғой. Әлеуметтік санаттың бір толығы. Неге толық болу үшін ода әке мен ана болу керек? Егер ол 2 апасы мен немересі болса, ол отбасы неге толық емес? Ол әкесі бар отбасылардан да бақытты шығар. Біз неге оларды сөзбен ақ кемсітеміз? Яғни сен толық емессің. Мысалы бізде мектепте өте қатты осындай буллинг жасайды. Білесіздер, менің класстастарым болатын, класс жетекшісі келеді. Кім толық емес отбасыдан мемлекет саған киім беріп жатыр дейді. Олар өздерін қатты қор сезінетін, яғни әлеуметтік рөлін біз оны ұялтамыз, әкесі болмаған үшін. Яғни балалар өзін қор сезінеді. Бала кезінде әлеуметтік мен толық емеспін. Ол эмоционалдық тұрғыдан баланың өз бағасына, самооценкасына әсер етеді. Біз мемлекет айта береді, сен толық емес отбасысың. Сонда мемлекет міндетіне бүкіл отбасыларды толық қылдырып жіберу ма? Ол тағдырдың тәлкегімен солай болып қалды, солай қабылдау керек. Олардың өзінің бақыты бар шығар. Біз оларды кінәламауымыз керек деп ойлаймын. Осы жақтан толық емес отбасың, жалғыз басты анасың. Сол үшін жалғыз басты деген сөз меніңше қазақ әйелдері, батыр әйелдер ғой, отбасын жалғыз асырап отырған. Себебі ол ана орнына ана, әкенің рөліне әке болып жүрген әйелдер, аналар бар бізде. Мықты аналар бар. Жұмыс істеп, баласының табысын бақытты отбасы қылдырып, мен көзген зорлыққа балам көрмесінші деп ажырасып кетіп 5 жерде жұмыс жасап, қылша мойны талша болып жүрген әйелдерге біз неге жалғыз бастысың дейміз. Сол үшін біз тілдіге де өте абай болуымыз керек. Филологиялық тұрғыдан себебі тіл сананы қалыптастырады, сана заңдарды қалыптастырады. Бірақ біздің енді қоғамда ол үйреншікті жағдайға айналып кеткен ғой. Бір сөзді айтқаннан кейін, оны әсіресе заңға енгізгеннен кейін ол міндетті түрде дәл солай айтылу керек. Заңның өзінде де жезөкше деген сөз бар, кемсітетін сөз ғой. Жезөкше деген сөздің өзі қорлайтын сөз ғой. Жеңгетайлық деген сөз бар, сутенерствоны заң жеңгетайлық дейді. Жеңге деген сондай әдем сөзді біз барамыз да сутенерлыққа жеңгетайлық деп қоямыз. Ол өзгеру керек. Біз неге өзгермейміз? Заң ол өзгеру керек. Ол тірі организм, заң қатып қалды емес. Халық санасы қалай өзгереді, заң да өзгереді. Мен мысалы заңнан талап еткім келетін еді, жезөкше деген сөзді алып таста мүлдем. Ол қорлайтын сөз. Екіншіден жеңгетайлық. Мен әдемі жеңгелерім бар, және сутенер деген сөздің қазақшасы жеңгетайлық.
Бұл жерде келісемін Бұл иә. жерде мен де келісемін. Негізінен енді біз қарап отырсақ, көп жағдайда дейікші, тағы да қазір Әйгерім ханым қарсы болуы мүмкін. Әлеуметтік осал топтағылардың ішінде тұрмыстық зорлық-зомбылық көп болады деп жатады. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, солай ма? Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, ондай көп деп айта алмаймын. Әлде тұрмыстық зорлық-зомбылық кәдімгі ауқатты отбасыларында да бола ма? Тұрмыстық зорлық-зомбылық бүкіл отбасында бар. Ыдыс салдырамай тұрмайды дейді ғой отбасында. Бүкіл кейбіреулер оны көрсетпейді, кейбіреулер оған мән бермейді, кейбіреулер үнсіз отырады. Ол әр отбасының жағдайы әртүрлі. Бірақ көбінесе ол зорлық-зомбылық болатын отбасында экономикалық жағдайы төмен отбасыларда қазіргі таңда зорлық-зомбылық пен шағым көп түседі. Негізінен қазіргі заманның ағымына байланысты. Дегенмен экономикалық сәл әлсіз отбасыларда көбірек тіркеледі. Жұмыстың жоқтығы. Ал әйелдер көп жағдайда, қандай жағдайда дейікші, ер адамнан кете алмайды? Дәл осы экономикалық әсерден бе? Қаржысы жоқ болғаннан ба? Қаржысы жоқ болғаннан, барар жері болмағандықтан. Жаңа айттым ғой өзімнің ойыммен. Менталитет. Әке-шешем не дейді, бауырларым не дейді, туыстарым не дейді. Сол олардың миында қалып қойған ғой. Кіші бала кезінен миларына құйып қойған. Сол себептен барар жерлері болмағандықтан, 4-5 бала асырайтындықтан, жұмыссыздықтан олар соған көніп отыра береді. Әйгерім ханым, сіздің ойыңызша, әйелдердің зорлыққа көнуі ол ең басты әлеуметтік себеп пе, экономикалық па, әлде патриархалдық мәдениет пе? Кешенді бірнеше фактор әсер етеді. Соның ішінде патриархалды қоғамның қысымы көбірек әсер етеді деп айта аламын. Яғни әйелдер көніп отыра береді деген кезде біз әйелді кінәламауымыз керек. Әйел ойыншы, ойын ережесі бар. Ойын ережесі бізде қандай? Әйел көну керек деген. Сіз ойын ережесіне көнуші адам болғандықтан сізде таңдау жоқ. Сол үшін біз әйелдерді кінәламауымыз керек. Сол әйелдерді соған әкеп қойған жүйені түзетуге тырысуымыз керек. Яғни әйелді мәжбүрледі ғой, сол жүйені өзгертейік. Сол кезде әйел де өзгереді деп айтуымыз керек. Яғни экономикалық себептермен бізде көп жағдайда әйелдер зәру болып қалады, экономикалық жағдайға тәуелді болып қалады. Себебі 2 баладан кейін, 3 баладан кейін декреттен кейін еңбек нарығына кіру төмен, қиындау. Әйелдердің жалақысы ер азаматтарға қарағанда бізде 25% төмен. Бизнес саласында әйелдердің үлесі қазір төмендеп бара жатыр. Ковидтен кейін ең көп құрбандыққа шалынған бизнес ол шағын және орта бизнес. Шағын және орта бизнесте әйелдердің үлесі 48% болған еді. Кедей халықтың Қазақстанда 70% әйелдер мен балалар. Мысалы, Forbes-тағы да қараңызшы, ең бай 10 адам ішінде кімдер? Ер азаматтар. Қазақстанда ең бизнес кімнің қолында? Ер азаматтардың қолында. Ең ауқатты халық кім? Ер азамат. Ал тек Қазақстанда емес, әлемдік картина. Патриархат деген сол, яғни билік, ақша, қару, әсер ете алу ресурсы ол еркек азаматтардың қолында. Біз сол үшін оны патриархалды жүйе, ол патриархалды санаға әсер етті. Әйелдер күйеулерінен кете алмаған жағдайда мен үнемі айтатын, біздің қыздар өте білімді. Статистикаға сүйенсек, бізде жоғары білім саласында да білімді, бірақ өздеріне сенімсіз деп айтса болатын шығар, олардың сенімін жоғалтатын қоғам және отбасы деп айтатын едім. Яғни сіз отбасы болған кезде сіз қанша дипломыңыз бар екенін сізге ұмыттыруға тырысады. Себебі сіз келін рөліне кенесіз, сіздің университеттен алған біліміңіз, мектептегі алтын медаліңіз қажет емес, сіз жақсы келін рөліне кіруіңіз керек. Бізде жақсы келін болуды ешқандай университет мектеп үйретпейді. Бірақ осы жерде қоғам әлеуметтік талап ететін жүйемен сіздің тұлға ретінде біліміңіз неге құнсыздану керек деген сұрақ туындайды. Яғни бізде мен білімді деген, бізде бакалавр, магистратура, PhD-да оқитын қыздардың үлесі ұлдардан жоғары. Бұл да қауіп. Біздің қыздар білімді болып келеді. Біздің қыздар ұлдарға қарағанда білімдірек. Ұлдар бірнеше жылдан кейін осы тенденция жалғаса берсе, қыздардың шаңына да ілеспей қалады, және ол дисбаланс туындырады. Яғни осы жерде қыз балалар отбасы құруды кейінге қалдыру, немесе қазақ жігіттерін өздеріне тең емес көруі мүмкін. Себебі қыздар ұлдарға қарағанда білімдірек. Негізі мен өз ортамда ондайды қазір-ақ көріп жатырмын. Көріп жүрмін. Біз 10 жыл бұрын айтқан кезде ғалымдар ретінде сол тенденция біз әлі келеміз деген кезде көбісі айтты, жоқ, ол мүмкін емес, әлемде ондай жоқ. Бірақ Қазақстан білесіз, ол феноменалды кейс. Өте аз ондай мемлекеттер қыздар ұлдарына қарағанда білімдірек. Бізде солай. Бізде ғалымдардың үлесі 54% қыздар.
Қазақстанда ғалымдардың 54% қыздар. Әлемде өте сирек ондай картина. Ғалымдардың 20-25%, тіпті ақш-тың өзінде ғалым әйелдердің саны 50%-ден аспайды. Еуропалық одақта 50%-ден аспайды. Бізде 54% қыздар ғалым. Неге десек, меніңше ол да патриархалды жүйенің нәтижесі. Себебі бізде қыздар қалай мектепте, сіз көзге түсу үшін, сізді мойындау үшін сіз 2 есе артық оқуыңыз керек. Иә, себебі мұғалім ұл балаға сізден жоғары бала қояды. Мен өзім дәлелдеу үшін мен 2 есе ұзақ уақыт жұмсаймын. Себебі мен қыз боламын. Мен қыз болған үшін мен қанатымды қиятын қоғам бар. Мен сол үшін қанатымды темірден жасауым керек. Сол үшін 2 есе көп жұмсаймын. Мен 2 есе ресурс, уақыт жұмсаймын. Нәтижесі бізде білім саласында қыздар көбірек. Оның қандай қаупі бар? Қаупі жаңағы баланс жағынан, иә, ер азаматтардың Қазақстандағы тағы бір үлкен мәселен лудомания, наркомания мәселесіне кету, иә, уытты маскулиндіктің көбеюінде бірден бір себебі, олар бізде білім ер азаматтар үшін инвестиция ресурс болып отырған жоқ. Неге біз ер азаматтар қазір армиядағы уытты мәселе, қандай да бір токсик маскулиндік дегеніміз, ер азаматтар біздің қыздарға ілеспей келе жатуының себебі және құндылықтардың екі жаққа кетуі ол мемлекет үшін қауіпті, ол ұлттық қауіпсіздік мәселесі ғой. Яғни біз вавилонский башнядағыдай бір-бірімізді түсінбейтін деңгейге жетуіміз мүмкін. Себебі қыздар білімді, ұлдар армияда өліп жатыр, соғысқа кетіп жатыр, мысалы Ресейге заңсыз, немесе олар оқуды қаламайды, олар ұлдама болуды қалайды, олар наркоманияға кетіп жатыр. Біз осы жерде айтамыз, мәселені бірге шешейік. Неліктен Қазақстанда лудомандар мен игромандардың 90%-дан астам еркектер? Патриархалды қоғамда оларға қысым жасайды ғой. Сен еркексің, сен табыс тап, сен еркексің, отбасын асыра, сен еркексің, сен жылама, сен еркексің, мықты бол, сен еркексің, минимум табысың 5 миллион болуың керек, сен еркексің, свиданияға 101 розамен келуің керек. Ол да қысым ғой жігіттерге. Неге олар оған төзу керек? Неге олар отбасының жалғыз табыс көзі болу керек? Олар жеңіл эмоцияны іздейді де, наркомания, лудомания кетіп жатыр. Сол үшін біз оны да айтуымыз керек. Олар неге кетіп жатыр? Оларына жүйе бізде бір қателік кетті. Соны бірге түзетейік. Яғни жігіттерге меніңше дәл қазір эмоциясын айтуды үйрету керек. Себебі лудомания, наркомания баратындар, олар ешқашан психологқа бармаған, психологқа баруды норма деп санамайтын, ішкі жан дүниесіндегі жан айқайын анасына да әкесіне де айта алмаған, эмоциясын жұтып жүрген ұрпақтан біз қазір айырылып жатырмыз. Және ол ер азаматтар, ер азаматтардың ішінде ер азаматтардың құқығын қорғайтындар шығу керек. Мысалы 19 қараша дүниежүзілік еркектер күні. Олар ол күн бар екенін де білмейді, себебі бізде ол айтылмайды. Ақта еркектер күні айтылу керек. Неге? Себебі Қазақстанда суицид жасайтын 10 адамның 7-еуі еркек. Қазақстанда еркектер әйелдерге қарағанда 8 жыл аз өмір сүреді. Еркектер инсульттан көп өледі. Неге? Айту керек қой сол мәселені. Әйтеуір еркектер туралы сөз қозғадық екен бұл жерде. Гүлзат ханым, еркектер арасында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болатындар бар ма? Бар. Ондай көп кездеседі деп айта алмаймын, жиі кездеседі, бірақ болған. Негізінен айтатын болсақ, ондай жағдайлар осы қаңтар айында мен тәжірибемде болды. Отбасылық жұп келеді. Әйелі үнемі күйеуін қызғанып 102 каналына хабарласады екен. Әйелі жылап отыр. Сол кезде күйеуі айтады, сен неге жылайсың, сен үнемі мен саған қолымның ұшында тигізбеймін, мен саған дауыс көтермеймін. Бірақ сен неге мені үнемі звондап, үнемі 102-ге хабарласып, мен жауып тастайсың, сен маған бәрі айналып келесің ғой, не себептен дейді. Әйелі жылап айтады, мен просто сені жақсы көрем, мен сені қызғанам, сол себепті сен менің айналамда қасымда отыруың керексің, ешкімге қарамауың керексің, ешкіммен сөйлеспеуің керексің дейді. Мен телефонға хабарласқан кезде сен уақыт созбай бірден алуың керексің дейді. Осы қызғаныштың арқасында ол үнемі күйеуіне психологиялық қысым көрсетеді. Күйеуі соңында жәбірленуші ретінде бізге келіп өзі арызданды. Шаршаған демек. Шаршаған. Әбден шаршаған. Психологқа бару керек сияқты ондай. Психологпен жұмыс жасадық. Отбасылық терапия. Бірақ отбасылық терапия дейді, психолог дейді. Айналып келгенде түбегейлі қайтып екеуі бір-біріне қосылады, қайтып бір-бір тұрып жатыр. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Бұл жерде тағы бір мәселе туындайды, иә. Бұл отбасындағы қарым-қатынас. Ер адам мен әйел адамның дұрыс саналы түрде бір коммуникация. Шешімге келуі, коммуникация орнатуы. Бәлкім қазіргі кезде біздің
цифрлық заман дейміз ғой енді, интернетке байланған заманда ол да әсер етіп жатқан шығар. мүмкін. Екі адамның бір-бірімен қарапайым түрде үйде сөйлесуі мәселе азайды. шешеу Иә. азайды, иә. Азайды, Иә. иә. Одан кейін барып олар сырттан, әсіресе сіздер сияқты құқық қорғаушылардан көмек іздейді, иә. Бұл да өзекті мәселе ғой негізі. Иә. Проблема. Әлеуметтік мәселе, яғни біз бір дастарханда отырған кезде, тамақ ішкен кезде қаншалықты кім ұялы телефонға басын төмен қаратпай отырмайды, иә, үлкен мәселе. Мысалы, қарапайым отбасыда сіз тамақ ішкен кезде ұялы телефонды алып қою, көзбе көз қарау, сөйлесу, бұл өте қарапайым отбасылық құндылықтарға біз қайтып келуіміз керек деп ойлаймын. Мен осы жерде айта салайыншы, біздің отбасымыздың кәдімгі дәстүрі, ережесі бар. Тамақтануға отырдық па, біз телефонымызды басқа бөлмеге қоямыз, Дұрыс, иә. қарамаймыз. Тіпті кім хабарласып жатса да біз тамақтанып болғанша дейін оны көтермейміз. Иә. Міндетті түрде дастарханнан тұрған кезде бата береміз. Мгм. Бірінші, мысалы, отағасы болса ол береді, болмаса үйдегі ұл балам береді деген сияқты. Мгм. Бәлкім осындай бір әр отбасына ереже енгізу керек шығар, иә? Әңгімелесу, қарым-қатынасты жақындату. Бұған байланысты бір қызық зерттеу жүргізген америкалық әлеуметтанушылар айтады, бір жыл бұрын дейді, ата ана мен баланың өткізетін уақыты 2,5 сағат болатын дейді, орта есеппен, бала мен ана. Қазір 15 минутқа дейін қысқарған екен. Сіз айтады, 2,5 бұрын сағат болған, қазір бала үйірмесінде жүреді, анасы жұмысында жүреді, уақыт жоқ сөйлесетін. Сол кезде айтады, иә, бұл қазір урбанизм, капитализм, жаңа өмір ырғағы, үлкен қаланың ырғағы. Бірақ та мұнда мәселе уақытта емес дейді психологтар. 15 минут болды не, 2,5 сағат болды не, мәселе сапасында дейді. Иә. Мысалы, сіз 2,5 сағат отырып, біріңіздің бетіңізге қарап, сапалы сөйлесе алмауыңыз мүмкін. Бірақ 15 минут ата анасы сұрақ қой, бүгін күнің қалай өтті, көңіл күйің қалай, не ұнады, не ұнамады, эмоцияң қандай. Бұл қарапайым адами қасиеттерден біз айырылып қалмауымыз керек, бірақ та үйде, отбасыда бала көп болған кезде ол өте қиын деп ойлаймын. Мысалы, әлеуметтік жағдай сананы билейді ғой. Сіз бір бөлмелі үйде 5 бала шулап жатқан кезде сізге тамақ жасау керек, жұмыс жасау керек, кір жуу керек. Баламен қайдағы сөйлескен, менде уақыт болмайды, YouTube берем, бала соткамен отыра береді деген сияқты. Көп аналар бізде және екінші маусым, иә, жұмыстағы тұрмыстық, мен тамақ жасауым керек, кір жууым керек, уборка жасаймын деп жүрген кезде осы уақыт баламен өтетін уақыт оларда жоқ. Кейін олар ересек кезде қандай еркектерге айналады. Мен анам маған махаббат бермеген, мен сол үшін қылмысқа бардым дегендер бар. Мысалы, бізде сот процесінде көп еркектер. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың да бір себебі сол болуы мүмкін, иә? Себебі деп ақталады деп ойлаймын. Өте көп көремін еркек азаматтар, мен анам маған жылу бермеген кезінде, махаббат бермеген, сол үшін мен ол махаббатты әйелімнен талап етемін деген сияқты. Ол травма ғой бала кездегі. Бірақ ол үшін тағы да әйелді кінәламау керек деп ойлаймын. Ал сіз сондай махаббат әкеден талап ете ме біреу? Ешкім әкеден махаббат талап етпейді. Себебі қазақ отбасында әке ол қабағына қар жауған қатал еркек адам, эмоциясы жоқ робот деп қалыптастырып келді де, ал ана деген ол барлығына махаббат беруші адам жоқ. Махаббат ата ана екеуінен де алу керек. Және ересек ер азамат қылмыс жасаған үшін, әйеліне қол көтерген үшін мен анамнан алмаған махаббатты сенен талап еттім деп айту жауапкершіліктен қашу, инфантил көзқарас деп ойлаймын. Травма деп қалдыңыз ғой, қазіргі кезде сәнге айналған термин, бірақ мен өзім оны мүлде ұнатпаймын. Қалай болғанда да енді ата-ана барынша баласына тәрбие беруге тырысады. Бірақ түптеп келгенде ең соңында бүкіл сенің қазіргі мына болмыс жағдайыңа, өміріңде болып жатқан қиындықтарға ата-ана кінәлі болып шыға келеді. Бәлкім, иә, енді психологтардың айтып жүргендері дұрыс шығар, бірақ дегенмен бұл тәрбиенің расымен тұрмыстық зорлық-зомбылыққа әкелгендегі бір себебі бар ма? Зерттеулер бар дейді. Дәл Қазақстанда ондай зерттеу жүргізген жоқпыз, ол өте ауқымды, қымбат зерттеулер шетелде жүргізілді, яғни паттерндар. Ол мынандай бар. Бала кезінде ата-анасынан зорлық көрген балалар ересек кезде қайталайды деген зерттеулер бар. Өздері көрді, өзі құрбан болды, ол жаңағы зорлық-зомбылық цикличность деп айтады, циклдығы, ол міндетті түрде жалғаса береді дейді, біреу оны тоқтатқанша. Бізде бір психолог болды Қазақстанда, сол былай түсіндірді. Әйелдер, сендерді күйеулеріңіз ұрса, қабылдаңыздар, себебі оның кезінде анасы ұрған дейді. Анасы ұрғаннан кейін ол әйелінен өш алып жатыр дейді. Сіз де ана боласыз, сіз де ұлыңызды ұрасыз, ұлыңыз оның әйелін ұрады, осы цикл қайталана береді деп солай түсіндірді. Яғни ол жарлық зорлықты нормализациялау ғой, оны тоқтату керек қой, біреу болмайды. Иә, өкінішке қарай сіз зорлықты көріпсіз, бірақ жалғастырмаңыз, тоқтатыңыз осы жерден. Сізді кезінде анаңыз ұрса, кешіріңіз. Иә, болды, заман сондай болды, 90-шы жылдары экономикаға дағдарыс болды, ата-ана болып психологтар болған жоқ, ешкім айтпады балаңды ұрма деп, баланы қамшымен салып жіберуді норма деп қабылдады көп отбасы. Сол үшін сіз оны жалғастырмаңыз деп айту керек. Сіз оны жалғастырмаңыз. ЮНИСЕФ өте қызық зерттеу жүргізді,
жылы 20 жылы сол кезде біз қазақстандық 10.000 отбасылардан сұрадық, сіз ата ана ретінде балаға қол көтеру, күш көрсету қаншалықты норма деген кезде 63% отбасы айтты норма. Баланы тәрбиелеу әлі де норма. мақсатында ұрып жіберу норма дейді. Соңғы 5 жылда өзгерді деген үміттемін, бірақ минимум 60% болуы өте қауіпті. Яғни 10 атаның 6-ы баласын тәрбиелеу мақсатында белді қолданады деген. Демек дәл сол ұрпақ ертеңгі күні Қайталау. ата-анасының әрекетін қайталайды. Иә, психолог та айтады қайталайды, паттерндар жалғаса береді дейді. Гүлзат ханым, жалпы сіздер қандай да бір осындай зерттеу жүргізесіздер ме отбасына? Мысалы, паттерндар болып жата ма? Бір отбасында жатады. болған жағдай ертеңгі күні сол бала қайталау деген. Иә, қазіргі біз мынандай тәжірибеге көштік. Негізінен отбасында зорлық зомбылық болып жатқан отбасында ең бірінші куәгер ол баласы. Неліктен осы уақытқа дейін біз әйелдердің құқығын қорғадық та, әйелдермен жұмыс жасаңыздар, әйелдерді психологқа апарыңыздар дейді. Ал на самом деле былай түбегейлі алған кезде оның бәрін үйінде көріп отырған кішкентай бала ғой. Бала психологиялық травма алады. Бала оны көреді, есейгенде ол оны қайталайды. Жасөспірім жасында, жасы өсе келе, оның мінезі агрессивті болып, ол көріне бастайды. Сол себептен біз қазіргі таңда алгоритм ойластырып таптық. Сондай зорлық зомбылық болған отбасылардың балаларын мектепте анонимді түрде оқу тәжірибесіндегі психологтарға хаттама жібереміз. Ол балалармен бөлек психологтар сөйлесіп жұмыс жасайды. Оны айналасындағы балалар, оның сыныптастары ешкім білмеу керек. Және ол конфиденциальны болу керек. Ол бала туралы ақпарат. Сол бағытта біз қазір өте үлкен жұмыс жасап жатырық. Менің өзім ойымша ол өте жақсы жұмыс деп ойлаймын. Және ол жұмысты арттырып күшейткен дұрыс деп ойлаймын негізінен. Көбінесе енді аналар баласы үшін шыдап тұрып жатады ғой. Сізде бір кейсті айттыңыз, 4 баламен, тағы бір кейсті 7 баламен болды. Ол кезде де әйел көніп 7 баласымен еркекпен 10 жыл тұрған жұбайымен көніп тұрды. Ол 10 жыл тұрады жұбайымен, 3 жыл бұрын ажырасып кеткен, бірақ қайтадан жұбайына қосылып, заңды түрде емес. Сол кісі соңғы қоңырау жүзекке түскен кезде, зерттей бастаған кезде бұрынғы күйеуі ыдыс аяқпен пышақ ала жөнеп, әйеліне лақтырып қасақана өлтіргісі келген. Сол кезде әйел шырылдап жүзекке звондайды. Сол шегі болды. Сол шегі болады. Физикалық қысым көрсетеді. Сол кезде әйел шыдамай жүзекке хабарласады. Енді ажырасып кетті ме? Қайтадан қосылған жоқ па әйтеуір? Қазір қосылған жоқ, қосылу ойында жоқ. Хабарласып тұрамыз. Аптасына 2-3 рет. Кеше ғана ол кісімен сөйлестім. Қазір ол кісі дағдарыс орталығында. Біз ол кісіні дағдарыс орталығына орналастырдық, өйткені баратын жері жоқ ол кісінің. 7 баламен бірге орналастырдық. 7 баламен орналастырдық. Балалары кәмелеттік жасқа толмаған. Қазір жұмыс істеп жүр. Балаларын мектепке орналастырдық. Балалар қазір мектепке барады. 2 баласы оқу өте жақсы екен. Үлкен қызын қазір біз жарысқа дайындап жатырмыз. Яғни отбасындағы әйелдің жағдайы жақсара бастады. Қандай жұмыс істеп жүр? Медбике болып жұмыс істеп жүр. Негізден жақсылықты тартады дейді ғой, адам өзі. Жақсылық ойласа жақсы нәрсе болады ғой. Қазір әйел позитивті түрде ойлайды, ойы жақсы, көңіл күйі жақсы, өзінің жұмысын, өзінің кәсібін ұнатады. Ол үнемі өзінің кәсібінде жұмыс істегісі келген екен, бірақ күйеуі қарсы болған екен. Үйден шыққанға, біреулермен сөйлескенге, сен үйлендің ба, қазан ошақтың қасында отыр, үйден шықпайсың, жұмыс істемейсің, дипломыңды сандыққа салып қой деген ой қалыптасып кеткен, үнемі солай болған. Қазір жұмыс істеп жатыр. Ал күйеу тарапынан қудалау жоқ па? Қудалау жоқ.
Оны бақылап жүресіздер ме? Оны бақылап жүреміз, үнемі қоңырау шалып тұрамыз. Ол кісі қазір дағдарыс орталығында ғой. Онда дағдарыс Бірақ орталығын кейбір адамдар тауып алып жатады ғой, соңынан біз балалар дағдарыс арқылы. орталықтарын байқайсыздар ма, біз үнемі олардың мекенжайлары ауысады. Не себепті? Өйткені экс жұбайы немесе қудалаушы тауып алмас үшін. Ол конфиденциально. Мгм. Ол жақты ешкім білмейді. Тіпті кейбір кезде болады, біз жәбірленушімен сөйлескен кезде айтамыз, туыстарыңызға да айтпай ақ қойыңыз, қазір қай жерде жүргеніңізді. Өйткені сөйлеседі, телефонмен сөйлеседі, қайда болған айтып қояды, ертең қудалап келеді. Сондай Қанша уақытқа дейін сол дағдарыс орталығында бола алады әйелдер? 3-6 ай аралығында болады. Максимум 6 ай. Мгм. 6 ай. Егер 6 айда аяққа тұрып кете ала ма? аяққа тұрып кете алмаса, онда біз басқа дағдарыс орталығына орналастырамыз. Бірақ біз өкіметтік органдармен, әкімшілікпен, әртүрлі органдармен жұмыс жасаймыз. Сол кезде біз дөңгелек стол болады, комиссия мүшелері болады. Біз әр органнан шақырып адамдарды, оларды жұмысқа тұрғызуға, мектепке тұрғызуға, тіпті олардың құжаттарын алып беруге тырысамыз. Кейбір әйелдер болған, олардың тіпті құжаттары да болмаған. Вот сондай кісілерге тіпті біз құжаттарын алып беруге көмектесетінбіз. Яғни жан жақты көмек көрсетіледі. Жан-жақты көмек көрсетіледі. Егер әйел қиындыққа тап болса, онда еш қорықпастан сіздерге хабарласып, барлық көмек алуға болады. Немесе сенің телефонына хабарласа 111 санымен. Біз үнемі көмектесеміз. Күн демейміз, түн демейміз, біз барамыз, көмектесеміз, орналастырамыз. Керек психологиялық көмек керек па, оқу жағынан көмек керек бола ма, денсаулық жағынан керек бола ма, бүкіл Кәсіп бастауға да көмектесесіздер ма? Иә, көмектесеміз. Керек бағдарда кеңесімізді береміз, бүкіліне көмектесеміз. Неге бұл сұрақты қойып отырмын, себебі менің өзім көріп те жүрмін, білемін де біраз адамдарды психологиялық осындай қысымға тап болғанмен бала үшін көніп жүргендер бар. Баратын жері жоқ. 80% сол бала үшін көніп жүрген отбасылар. Бірақ енді сол баланың әкесі мен анасындағы махаббатты емес, екеуінің ұрыс керісін көріп өсуі, ол керісінше менің ойымша өте қиын жағдайға келетін сияқты. Неше бұл жерде әйелдерге айту керек. Мысалы, әйелдер біз ұшақпен тікұшақ ұшқан кезде, әуе көлігінде ұшқан кезде қандай инструктаж айтады? Кислородный масканы бірінші өзіне бер, кейін балана бер деген инструктаж бар. Халықаралық. Осыны өмірде де қолдану керек те, әйелдер бала үшін өмір сүрмеу керек, өздері үшін өмір сүру керек. Өзін бірінші орынға қою керек. Бұл эгоизм емес, бұл нарциссизм емес, бұл батыстан келген сана емес, бұл жай ғана адам құқығы бойынша пирамида. Сіз балаңызды емес, өзіңізді ойлаңыз. Себебі сіз қазір баланы ойлап жүрген кезде өзіңіз өліп қалсаңыз, балаларыңыз жетім болады деп манипулятивті түрде де қорқытпау керек. Сіздің өміріңіз маңызды. Бізде көп әйелдер бала үшін өмір сүреді. Тіпті Ғазизханның әні де бар, балаң үшін өмір сүресің деген. Ол еркектер сөйтіп бізге сендіргісі келеді, балаң үшін өмір сүресің. Жоқ, өзіңіз үшін өмір сүр. Бала сенің өмірің жалғасы, бірақ ол бөлек бала. Бала сенің меншігің емес. Бала ата-ана, отбасы мемлекеттің қорғауында. Конституцияда ол туралы жазылған. Мемлекет қорғайды сізді. Бірақ та осы жерде әйелдерде көзқарас болу керек сияқты. Менше, менің қалауымша, менің арманымша, менің өмірімше. Осы сұрақты қоя бастаған кезде мына бүкіл пазл қайта құрылады. Картина, өмірдің картинасы қайта құрылады. Бірақ та ол сұрақ келу үшін әйелдерге өте ұзақ терапиядан өту керек, психологиялық. Әйелді кінәламайтын, әйелді түсінетін. Мысалы, сіз 7 балаңызбен крестік орталықтасыз, құттықтаймын, сүйікті ісіңізбен айналысып жүрсіз, медбике болып жүрсіңіз, өміріңіз жаңадан басталады деген кезде, ал енді балаң үшін өмір сүру емес. Өзіңізді бірінші орынға қойып көріңізші. Өмірдің пирамидасында құндылықтар мүлдем 180 градусқа басқаша өзгереді. Әйелдің өзіне деген сыйластығы артқан кезде оның өмірі де жақсара түседі. Махаббатқа толы әйел айналаға да өзінің шуағын шаша алады. Мен деген сөз сөйлемінде пайда болса, біз емес, балам емес, мен. Мысалы, iPhone ай деп тұр ғой бірінші әріп. Сондай бір ол батыстық эгоизм деп айтады, эгоизм емес, ол жай ғана құндылық. Мен бірінші орындамын, кейін балаларым.
себебі сізде авария болған кезде кислородный масканы өзіңізге бермесеңіз бәрі бірдей өледі. Сіз өлесіз, балаңыз өлесіз. Ал тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдай тура сол әуе кемесіндегі аварияға ұқсайды деп ойлаймын. Бірінші масканы кислородын өзіңіз киіңіз, кейін балаларыңыз. Келісемін. Иә. Оның үстіне Найман мен ананың бұны- образы болмау керек қой, бала үшін өзінің құрбандыққа шалып өліп кете беретін. Соғыс кезінде сондай образ болды ғой. Иә. Найман ананың образында қалай? Аналар бала үшін жанын беруге дайын. Ол соғыс кезінде де батырлыққа теңегеннен кейін де өзге артында келе жатқан ұрпақ дәл сол жағдайды қайталауға тырысатын сияқты. батыр ана деп көрсетеді Иә. әдебиет. Жоқ, батыр ана емес. Ондай дәурен басымызға келмей қойсын. Ашаршылық кезеңінде балалар, аналар қаншама өздерінің құрбандыққа шалған өмірлерін болған. Жоқ, біз қазір бейбіт замандамыз. Қатарын өзгерту керек. Оның үстіне бізде енді ата-анадан көрген Қайталаймыз Иә, ғой. қайталаймыз. Ол кеңес дәуірінде болған өмір өзгерді ғой енді. Ана бала үшін өмірін беруге даяр деп айтады. Мен оны жоққа шығармаймын. Әлбетте, ана ол өзге үшін, біреу үшін жанын құрбандыққа салуға дайын, бірақ ол бейбіт заманда біз ондай шартты айтпауымыз керек деп ойлаймын. Неге ана өз өмірін балаға құрбандыққа шалу керек? Бейбіт заман ғой. Ең қымбат қазына өмір десек. Ондай кейстарды да психологтардың өзі мысал ретінде айтпау керек деп ойлаймын. Мысалы, сіз балаңыз үшін өміріңізді беруге даярсыз ба? Өте манипулятивті сұрақ. Өйткені ол әйел балалар үшін карьерасын құрбандыққа шалып келді. Декретке шығып келді. 7 баламен ол неше жыл еңбек нарығына кіре алмай қалды. Минимум 10 жыл ол декретте отыр. Оның өзі құрбандық. Еңбек нарығы демекші. Қазіргі кезде біздің елімізде әлі де әйелдерге еңбек нарығында қысым бар ма? Теңсіздік. Әрине, өте көп. Мысалы, қазір бізде мәжілісте қаралып жатқан мәселелердің бірі 2026 жылы еңбек кодексіне ену керек, өзгеріс ретінде ол харасмент. Иә. Жұмыс орнында харасмент, ол сексуалды сипаттағы басыну, бопсалау деп аударады. Меніңше бір харасмент деген сөзді аудармай қалдыру керек. Еуропалық одақтың біз оқитын классификациясының ішінде харасмент 7-ге бөлінеді. Ол жыныстық, ол діни, өте бірнеше түрлері бар. Қазақстанда бізде харасмент айтқан кезде көбісі айырмасын білмейді. Яғни комплиментпен харасментпен, немесе харасментпен қырындау. Жұмыс кезіндегі комплимент айту, романтикалық көзқарас қайда айырмасы, шекарасы қайда деп бәрі осындай қарсылық айтады. Шекарасы бар. Харасменттан сіз өзіңізді жайсыз сезінесіз. Сізге комплимент айтқан кезде сіз өзіңізді жақсы сезінесіз. Мысалы, сіздің бастығыңыз айтты, ой, сіз жайнап кетіпсіз. Немесе белдемшеңіздің ұзындығы неге тым қысқа деген сияқты. Екі түрлі көзқарас. Немесе бізді 10 жыл бұрын күліп келген тукан қарындас фигураңыз ат екен. Бұл харасмент. Бұл ән емес, бұл мәдениет емес, ол әзіл емес, бұл харасмент. Немесе көшеде кетіп бара жатыр, қарындас фигураңыз ат екен, танысуға бола ма, номеріңіз бар ма? Бұл catcalling дейді бұны. Бұл да гендерлік зорлық-зомбылық. Көшеде маған біреудің айғайлап, атымды айтпай, қарағанын талап ету, ол да гендерлік зорлық-зомбылық. Сондай жаңа ұғымдарды айтудан қорықпауымыз керек деп ойлаймын. Catcalling тура аудармасы мысықты шақыру деп аталады ғой. Қыздардың төбелесін catfight дейді. Қыздар төбелесі дейді. Мысалы, тек қана әйелдерден тұратын ұжымды ол жерде жыландар ордасы дейді тіпті қазақ тілінде. Ол да мизогиния. Ой, әйелдердің ұжымында өсек көп болады, ол жақта бір-бірін аяқтан шалу көп болады деген. Біз осындай сөздерді де айтпауға тырысуымыз керек, себебі жұмыс орны, еңбек нарығында біз қауіпсіз орынға лайықтымыз бәріміз. Нақты қандай кедергілері бар? Мәдени деп ойлаймын. Мысалы, ер азаматтар, бастықтар, байқасаңыздар, неге секретарша, үнемі жас әдемі қыздарды алады, сұлулық стандартына сай. Иә. Және көп жағдайда олардың арасында болатын харасментті біз норма деп қабылдаймыз. Бастықтың санынан ұстауы, иығынан ұстауы, кешкі шайға шақыру отбасылы болса да, біздің мәдениетте ол норма саналады. Өкінішке қарай. Яғни бастығың сізді шайға шақырды, онда тұрған не бар, санынан ұстады, онда тұрған не бар. Сен бүгін өте сексуалды көрінесің деген комплимент норма саналады. Ол норма емес. Ол харасмент, ол мен жеке шекарамды бұзу. Сіз жұмыс беруші ретінде өйтіп айта алмайсыз. Ол үшін сіз болашақта жазаланасыз. Мәжіліс қарап жатыр. Былтырдан бері біз жұмыс жасап жатырмыз ол бойынша. Меніңше ол енгізіледі еңбек кодексіне. Бұл еңбек нарығына орналасудағы бір кедергі. Бір кедергі, қыздардың еңбек нарығына кіре алмауы. Содан кейін біз 2017 жылы айтқанбыз, мынандай бап енгізейік деп еңбек кодексіне. Сізде сұхбат болады ғой жұмысқа кіретін кезде. Декретке шығасыз ба, бала жоспарлайсыз ба деген сұрақты жұмыс берушіге қойғызбау. Бізде әйел азаматтарға осы сұрақты қояды. Так, сіздің жасыңыз 20-35, міндетті түрде қояды. Декретке кетесіз ғой, так, сіз невыгодный жұмысшысыз, сізге немесе екінші балаң бар ма, 3 жасқа толмаған балаң болса, сен көп ауырасың, демек командировкаға бара алмайсың. Осындай комментарийді көп мемлекеттерде жұмыс беруші айтса айыппұл төлейді. Сіз жұмысқа кіретін кезде бұндай сұрақты ер азаматқа қоймайсыз ғой.
яғни сіздің ойыңызша оны біздің тиімсіз еңбек нарығына да осындай талаптарды енгізу керек. иә, әрине жұмыс беруші әйел азаматқа декретке шығу ойында бар ма деген сұрақты қоймау керек. Ол сұрақты ол еркектерге қоймайды ғой. Неше балам бар деп қою мүмкін, бірақ декретке шығасың ба деген сұрақ қоймайды, ол күлкілі көрінеді. Қайдағы декрет? Әйелдердің табиғи міндеті емес па декретте жауап беру мүмкін. Яғни еңбек нарығында меніңше ең үлкен кедергі ол харасмент, екінші сексизм, жұмыс саласындағы, яғни әйелдерді кемсіту, мамандықтарды біз әлі де еркек әйел деп бөлеміз. Мамандықта жұмыс жоқ. Енді осының салдарынан ғой бізде тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған қыз келіншектердің дені күйеулерінен кете алмай жүреді. Өйткені ертеңгі күні қайда барып жұмысқа орналасатынын білмейді. Ертең өз-өзімді асырай алмай қалам, онымен қоса баласы болса тіпті де қиналады. Одан да мен күйеуіме көніп жүре берейін. Жұмысқа алу өте қиын. Тіпті алмайды да жұмысқа. Дипломыңыз ескіріп кетті. Ол әйелдер соны біледі да көніп үйлерінде отыра береді. Ал сіз өзіңіз жеке басыңыз осы тұрмыстық зорлық-зомбылық жағдайларына барған кезде қандай қиындықтарға тап боласыз? Менің өзім жеке әйелдердің осы тұрмыстық зорлық-зомбылық бола тұра оны мойындамауы, оның шешімін тапқан кезде біз жұмыс жасаймыз олармен, психологпен, басқа да ұжымдармен, органдармен жұмыс жасалғаннан кейін қайтып уақыт өте келе жұбайына қосылып кетуі қайтадан. Сол нәрсе мен кішкене қынжылтады. Өйткені ойлаймын, егер әйел ол өзін жеке басын алып өмірін өзгертем десе, ол әйелдің өмірі өзгеруші еді ғой. Ол әйел алады да қайтып өзінің күйеуіне зорлық-зомбылыққа тап болған жерге қайтып кетіп қалуын өзім түсінбеймін негізі. Неге олай істейді деп. Өйткені олармен жұмыс жүргізген кезде, психологпен жұмыс жүргізген кезде олар айтады, мен енді қосылмаймын, мен енді бармаймын, көрмейтіндей болып кетеді, қайтып барады сол жерге, қайтып оралады. Сондай өзіміздің жұмысымызда сондай кейбір кезде жағдайлар болып тұрады. Сол жағдай мені кішкене қынжылтады. Инспекторлар осы күйеулер тарапынан бір қандай да қысымға тап бола ма? Ондай тәжірибемізде болмапты. Болмасын да. Анықтап сұрап жатқаным. Бұдан өзге аса қиындықтар жоқ онда. Бұдан өзге қиындықтар жоқ. Сіздер қорғалған шығарсыздар негізі, иә? Ондай қиындықтардан. Иә. Полицияға барып арыз жазудан қорқатын әйелдерге қандай кеңес бересіз? Негізінен алдын ала әрекет. Осындай жағдайлардың болмауы үшін алдын ала әрекет жасауымыз керекпіз. Олардың отбасында егер зомбылыққа фактісі болса, үндемей, отырмай, бірден хабарласу. Мейлі хабарласпай қойсын. Қазір негізінен андай болып жатыр ғой, 2020 жылдың 1 шілдесінен бастап, егер әйелдер бұрын соңды өтініш жазатын болса, сондай тәжірибе тәртібін қолданса, одан кейін анықтау мақсатында біз жұмыс істейтін болдық. Сол тәртіпті қолдап, оған ол жәбірленушінің келіп өтініш жазуы, арыз жазуы керек емес. Оған куәгерлердің, көршілердің айқайлап, жылап, ұрып, соғып жатқан естіген көршілердің хабарласуы, видео жетондағы, видеокамерадағы видеолардың, суреттердің егер сондай мәселелер табылса, айғақтар болса, соның өзі жеткілікті болады. Сондықтан ол жәбірленушінің бізге келіп алдымызға отырып жазуының керек де жоқ. Яғни барынша жеңілдетілді, Жеңілдетілді. Біз қазір анықтау мақсатында жұмыс істейміз. Соның болмау салдарын алдын алу үшін біз алдын ала өзіміз анықтаймыз. Және бізде сондай жұмыс істеу үшін анықтау мақсатында біраз бөлек группа жұмыс жасайды. Қалай айтсам екен? Общественный органдар дейміз ғой. Қоғамдық ұйымдар. Бізде әр мысалға айтатын болсақ, осы Астана бойынша әр полиция басқармасында қоғамдық ұйымдарда тұратын бізде азаматтар бар. Сол азаматтар бізге қоңырау шалып көмектеседі. Біз сондай кезде барып алдын ала анықтаймыз зорлық-зомбылықтың фактілерін. Заңдық тұрғыдан қарасақ, барынша
жүйелі жұмыстар атқарылып жатқан сияқты. Бірақ әзірге нәтижесін неге көрмей отырмыз? Біріншіден, тұрмыстық зорлық-зомбылық бізде 24-ші жылы ғана криминализацияланғаннан кейін нәтижесін айтуға асықпау керек әлі. Себебі біз жалпы криминалистикада оған қаншалықты нәтиже бергенін қысқа ұзақ мерзімде ғана айтамыз. Ол минимум 3 жыл, 5 жылдан кейін ғана айта аламыз, не өзгерді деп. 6 айға, 1 жылға біз болжам жасай алмаймыз. Себебі кез келген ғалымдар ұзақ мерзімде біз оның қалай өзгергенін, неге өзгергенін зерттеуіміз керек, тереңірек үңілуіміз керек. Сол кезде ғана айта аламыз. Мысалы, салтанат заңынан кейін мынандай өзгеріс болды. Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық 2017 жылға дейінгі деңгеймен салыстырған кезде былай азайды, көбейді. Физикалық зорлық емес, сексуалды сипат, экономикалық, немесе қазақта әйелдердің төзімсіздігі, яғни зорлыққа төзбеу принципі артты деп дәл қазір айту сәл ертерек. Біз әлеуметтік желіде бұл айтуға болады, 1-2 кейспен, бірақ та нақты жалпылай біз верификация жасай алмаймыз әзірге. Ал егер сізге осы заңдарға бір өзгеріс енгізуге мүмкіндік берілсе, нақты қай жағынан өзіңіздің бір жаңашылдығыңызды қосар едіңіз? Ондай ұсыныстар көп. Біз ғалымдар ретінде 2016-тан бастап ең бірінші мен Халида әріптесімен бірге ұсынғандарымыздың бірі ол имамдарды жазалау. Ол екінші некені қиған имамдарды жазалау. Имамдарға мен әкімшілік жаза қажет деп есептеймін. Себебі Қазақстанда Тұрсынбектің кейсінен кейін Тоқал институты айтыла бастады. Біз ұмытпауымыз керек. Қазақстан өзін құқықты демократиялы зайырлы әлеуметтік мемлекет деп есептейді деген сөз көп әйелдік айтылмау керек. Мәжіліс депутаты Абзал Құспанның айтқаны заңгер бола тұра бүкіл Қазақстан қол қойған халықаралық құжаттарға Конституцияның 14-ші бабына қайшы. Одан бөлек біз ең бірінші бізде Қазақстан Республикасының неке және отбасы кодексінде екінші әйел, тоқал деген ұғым жоқ. КАЗСР полигамиядан, яғни көп әйел алушылықтан 1921 жылы 4 қаңтарда бас тартқан. Қалың малдан бас тартқан. Бірақ неге бізде әлі қалың мал бар? Бізде неге әлі тоқал институты бар? Себебі біз заңға сенбейміз. Демек біз құқық үстемдігі деген сөзге көнбейміз. Сосын айтуымыз керек. Егер мен күнделікті өмірімді заң реттемесе, сана, дәстүр, мәдениет 100 жыл бұрын жоққа шығарылған полигамия мен қалың мал реттесе, проблема менде ғана емес, проблема мемлекеттің құндылығы мен идеологиясында. Мемлекет оны қолдап отыр. Білімізге мемлекет айтады. Біз құқықты мемлекетпіз, бірақ заң реттемейтін де салалар бар дейді. Жоқ. Құқықтық мемлекеттің легитимділігі қашан артады? Менің барлық өмірім тек қана заңмен реттелген кезде. Мен мысалы қазір полицияға звондасам, харасмент үшін айтады. Жоқ, кешіріңіз, харасмент деген бап жоқ. 123-ші бап бар қылмыстық кодекстің. 123-ші бабында менің әрекетім классификация келмейді. Сталкинг болды. Окей, биылдан бастап бар. Бірақ та қалың мал, полигамия санасын өзгерту үшін мен имамдарға жаза енгізсек, КМДБ кешегінде педофилдер болуы Алланың бар екенін дәлелдейді деді. Өте үлкен қателік дүниелер, яғни біз заңгерлер айтып жүрген дүние. Біріншіден біз кез келген адамды педофил деп айта алмаймыз. Ол соттың шешімі ғана. Бар адамдарды педофил деп айту керек. Педофил ол өте қауіпті ұғым. Біз оны бір оңай сөзге қолданып жеткен. Жиі айтамыз, педофил жоқ. Педофилия, мысалы Германияда қылмыстанылмайды. Германияда педофилия үшін емдейді. Ол диагноз. Біз былтыр салтанат заңмен жұмыс жасаған кезде педофилияға кастрацияны ұсынған депутаттар болды. Педофилдер неге салық төлеушілердің ақшасына түрмеде өмір сүру керек дейді. Мен мәселемді салықта емес, мәселе ақшада емес, мәселе гуманизм, заңда. Біз соңғы кезде күрескен кезде педофилия үшін бізде қазір өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Бірақ та дәл осы тұрғыдан мен дәл қазір енгізетін едім, ол имамдарға әкімшілік қылмыстық жауапкершілік. Яғни сіз екінші некені қиған кезде, олар неге қияды? Бізде заң бар. Сіз әділет министрлігінен неке куәлігін талап етуіңіз керек. Яғни неке куәлігі болған кезде ғана мен некені тіркей аламын. Бірақ та бізде кейбір имамдар не істейді? Неке куәлігі жоқ, таныстар келеді деді, негізі мен әйелім бар еді, талақ айттым, маған ұл керек, мен екінші әйел керек. Бишімбаев соны мысалы. Имам не істейді? Некесін қиғызады, Алланың алдында ғой, Алланың алдында екінші неке қабыл болсын дейді болды. Ол имам неге судан құрғақ шығу керек? Ол Қазақстан Конституциясына қайшы шықты. Ең бірінші кезекте менше имамдарды жазалау, кейін Тоқал институтын нормализацияламау, айту. Яғни біз тоқал болған қыздарға қылмыстық жауапкершілік енгізе алмаймыз. Ол еркек азаматтарға Абзал Құспан сияқты антиконституциялық норманы енгізетін депутаттарға да жауапкершілік деп ойлаймын. Сіз мәжілісте отырсыз, сіздің міндетіңіз не? Заң қабылдау. Мен сізге халық дауыс берген дұрыс заң қабылдау. Заң қабылдау, заңға қайшы норма ұсыну емес. Бізде халықаралық құжаттар бар, және заңның үстемдігін үнемі айту. Заң үстемдігі деген не? Құқық деген не? Бұған бір философиялық тұрғыдан керек. Бәрі Мишель Фуконы оқыған жоқ, бәрі Аристотельдің еңбегін оқыған жоқ, бірақ та соның құндылығын түсіндіруіміз керек. Заң үстем. Болды. Дәстүр емес, мәдениет емес, сана емес, менталитет емес. Осыны түсінген кезде ғана біз мемлекет дамиды.
ал қыздар меніңше біздің өте білімді мықты. Қыздар зорлыққа тап болған кезде ешқашан кінәні өзінен іздемеу керек, ешқашан. Қандай психолог сізге айтса да мүмкін проблема в тебе деп, біздің бүкіл сериалдарда солай ғой. Иә. Коучтар не деп айтады, күйеуің кетіп қалды ма сенен, жас әйелге өзіңе қара. Иә, жоқ, мәселе Кінәні өзіңнен ізде. иә, проблеманы өзіңнен ізде дейді. Неге мен проблеманы өзімнен іздеуім керек? Неліктен біз еркектерді жазғырмаймыз? Екінші әйелге кетіп қалған үшін, аморальды әрекет үшін. Еркек біз үшін үнемі құдай ғой. Міне патриархалдық қоғам. Яғни біз үнемі әйелді кінәлаймыз. Сен өзіңе қарамадың, сен жас көрінбейсің, сен шашың май-май болып, 5 баламен, халатпен күйеуің жұмыстан келген кезде неге күліп алдынан шықпайсың? Әрине күйеуің басқаға кетеді. Мен неге күйеуім жұмыстан келген кезде май-май халатпен шықпауым керек? Қалыпты дейсіз бе сонда ол? Жоқ, қалыпты емес. Яғни біз әйелдер онсыз да 5 баламен үйде отырған әйелдерге мейкаппен жүруіне, күйеуі келген кезде күліп жұмыстан шығуын талап етеміз. Ол роботтың да істей алмайды оны. Ол ешқандай роботтың қолынан келмейтін қабілетті біз қазақ әйелдерінен талап етіп жатырмыз. Тым қатал емеспіз бе? Қаталмыз. Біз еркектерге келген кезде бәріміз адвокатпыз, әйелдерге келгенде өте қатал судьямыз. Осы көзқарасты өзгерту керек деп ойлаймын. Бұл еркектерді ақтаудың бір жолы сияқты. Әйелдің Түсінікті өзгерту әйелді кінәлау арқылы иә, өзің кінәлісің. ақтап алу. Иә. Мен неге тоқалға кетіп қалдым? Сен өзіңе қарамай кеттің. Сұрақ керісінше, ал сенің аморальды әрекетің ше, мен өзіме қарамай кетуіме не себеп? Не себеп үйде отырмын? Мен 3 жұмыс жасап отырмын. Мен үй күтушісінің, бала күтушісінің, тамақ жасаушының жұмысын жасап отырмын. Няняны алсаң, клининг алсаң, менің жалақым 1 миллион болады. 3 әйелін жұмыс жасап отырған әйелдерді біз кінәлаймыз. Күйеуің жұмыстан келген кезде мейкаппен күліп қарсы алмадым деп. Кешіріңіз, бұндай талап өзгеру керек. Бұндай айтатын коучтарды да жазалау керек. Shame and blame жасау керек деп ойлаймын. Себебі әйелдердің мизогония тілі бізде өте қатты. Мизогония дегеніміз бір әйелдің екінші әйелді қорлауы, кемсітуі, төмендетуі. Психологтар үшін бұл керемет ақша. Әрине. Енді әйелдер біздің елімізде қаншалықты білімді бола тұрса да, осындай бізде көрсеткіштер өкінішке орай болып тұр, иә. Ол бұл жағдай қанша уақытта түзелуі мүмкін? Мен оптимистпін бұл жағынан. Менше түзеліп келе жатыр, әлі де түзеледі. Былтыр салтанат заңын криминализацияладық, биыл сталкингпен қыз алып қашу кірді, келесі жылы харассмент кіреді, одан кейін фемицид кіреді, одан кейін имамдар жазалаймыз. Сөйтіп әйелдің өмірін еркекпен тең санайтын заңда ғана емес, өмірде қоғамға айналамыз деген өте оптимистік пікірдемін мен. Сол кезде тұрмыстық зорлық-зомбылықты азаяды. Азаяды. Солай деп тілейік. Рахмет. Сол үшін бәріміз жұмыс жасап жүрміз деп ойлаймын. Еңбектеріңіз нәтижелі жемісті болсын. Қорғау органдары, мәдениет саласы, біз ғалымдар болып, бірлесе көтерген жүк жеңіл дейді. Бұл жағынан оптимист болу керек. Демек бізде атқарылып жатқан жұмыстар бар, заң қабылданды, енді бұйырса бірнеше жылдан кейін оның нәтижесін көре бастаймыз. Ең бастысы зорлық-зомбылық азаят деген үміт басым. Рахмет. Студиямызға келіп ашық ой білдіргендеріңізге. Осы салада, яғни тұрмыстық зорлық-зомбылықты азайту мақсатында істеп жатқан жұмыстарыңыз нәтижелі болсын деймін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, келесі подкастта кездескенше аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.